Каспий KZ'тегі магазиндегі қосымша тапсырыстар деген не? Қосымша тапсырыстар бұл жарнаманы басқан және 14 күннің ішінде сізден сол санаттағы басқа тауарды сатып алған клиенттердің алған заттары. Мысалы, сатып алушы ақ смартфонның жарнамасын қарады. Бірақ сізден түсі басқа немесе бренді басқа гаджет сатып алды. Мұндай тапсырыс қосымша болып саналады, және оны басқаны үшін ақы алынбайды. Барлық тапсырысты компания бойынша талдаудан көруге болады. Каспий Pay қосымшасында маркетинг сервисіне өтіңіз. Каспий KZ'тегі магазинде тауар жарнамалау деп ашыңыз. Компанияларым бөлімінде қажеттісін таңдаңыз. Мәліметтерін көру дегенді басыңыз. Мұнда тікелей және қосымша барлық тапсырыстар көрсетіледі. Сізден қандай тауарды сатып алғанын көру үшін бөлісу деп басыңыз. Есепті Excel кестеде жүктеп алыңыз. Ондағы қосымша тапсырыстарды артикулы бойынша табуға болады. Бұл файлды мессенджер және электрондық пошта арқылы жіберуге болады. Осылайша жарнамаңыз бойынша тапсырыстарды жеңіл әрі оңай тексеруге болады.